өтіне алдыңғы сабақта өткен дәптерімізді аша қойып, қолдан қарай қойып. Біз орын басу жасасынан метанның орын басу жасасын жаздық, иә? Сол кезде бірінші формулада хлор метан түсірді, иә? Сосын хлор метанға тағы да хлорды қосқан уақытта екінші реакциямыз қандай түсірді? Жақсы балалар, бұны қайталауымыз керек сияқты. Химиялық қасиетін балалар, негізі мына көмірсіздерді өткен уақытта балалар көбінесе гамолты қатарына, химиялық қасиетіне, физикалық қасиетіне, алынуына қатты назарды аудару керек. Себебі ертең болашақта химияны таңдап қалсақ балалар, осы бірыңғай ұлттық тестілеуде балалар жүретін сұрақтар осы қасиеттер бойынша. Жақсы ма? Жақсы, ендеше олай болса уақытымыз көп, олар метанның физикалық қасиетін атайықшы. Алқанның алғашқы көмірсіздік бірінші формуласы метан болады. Осы метанның қандай физикалық қасиеті бар? Кәні? Ол біріншіден агрегаттық күйі бойынша не? Түссіз. Жанғыш газ, тамаша. Демек балалар, біз алғашқы өкілдері метан. Тамаша. Алғашқы үш өкілі балалар газ деп айттық. Одан кейін сұйық заттар, 10-шы көміртектен бастап қатты заттарды табылады деп балалар, жақсы. Ендеше балалар, бүгінгі күнді жаза қойып, біздің жаңа тақырып алкендер балалар, алкендер деп қоямыз. Бүгінгі тақырыбымыздың негізгі мақсаты неде балалар? Қанықпаған көміртектердің ұғымын түсіну, гамолттық қатармен танысу, олардың химиялық қасиеттерін жазып, реакция теңдеулерімен танысуымыз керек балалар. Жазып қойып, бүгінгі тақырыпта алкендер деп қойып балалар. Жақсы ма? Нөмір 13-ші көрсетіліп, болмаса скрин жасап отырайық балалар, уақытқа байланысты. Жақсы, қараймыз балалар. Алкендер бұл бізде көміртек атомдар арасында бір қос байланыс болатын қанықпаған көміртек. Біз айттық, қаныққан көміртекке алкан және цикл алкан жатқызылады деді. Енді қанықпаған көміртек балалар, бүгін біз бастаймыз алкенді, келесі сабағымыз алкенді өтеміз. Сонда алкеннің жалпы формуласы балалар CnH2n болады балалар. Жақсы ма? Енді мына жерде біз не көрсетіп қойдық? Енді балалар алғанда да бірінші формула метаннан басталды ғой, бірінші бір деген саннан, не? Алкендерде балалар бірінші формуласы 2 деген саннан басталды. Ол деген қалай? Мына жерде балалар міне жазып қоямыз. CnH2n. Осы жерде балалар n деген мына жерде n-нің орнына сан береміз. n сен 2 деп береміз. Сол кезде балалар қарай қойық. Мына жерде көміртектен кейін n-нің орнына 2-ні қойсақ, алғашқы формула қалай шығады балалар? С2 4 болады, дұрыс айтасыңдар. Және балалар алкендерде ар жұрнағының орнына ен деген және де қос байланыс болады. Мына қос байланыстың біреуі балалар сигма болады, екіншісі балалар пи болады. Жақсы ма? Енді соны жазып көрейік. Алғашқы формуласы мынау С2H4, бұның алдында біз С2H6 деген өткенбіз балалар, біз бұны этан деп айтқанбыз. Енді қарап отырсақ алкендерде және оның жалпы формуласы алканның CnH2n қосылған 2 дегенбіз балалар. Міне көрдік па, 2 деген сан мына жерде жоқ. Демек балалар, 2 атом сутегі не істейді алкен? Алканға қарағанда кем жүреді балалар. Жарай ма? Алканнан алкен 2 атом сутегі кем жүреді. Сонда бірінші формула этен немесе этилен деп оқиды балалар, иә? Ен немесе илен деген жалғау жалғанады балалар. Жақсы, келесі n-нің орнына 3 қойып балалар. Қандай формула шығады? С3, H неше болады? 6. Дұрыс айтасың. Және ол формуланы қалай оқимын? Пропан болады. Пропен болады, тамаша. Келесі формуланы жазып көрейікші өзіміз. Қандай болады? С4. H8 болады. Тамаша. Бутен береміз. Бутен болады, өте жақсы. Енді бір көмірсіздік жазып көрейік. С5. H10. H неше? Пентен. 10. 10 болады. Атауы бұл формуланың Пентен. Енді қараймыз балалар. Сонда біз мына гамолттық қатармен танысып жатырмыз. Гамолттық қатарында алғанға қарағанда 2 атом сутектен кем жүреді екен.
және алданға қарағанда соңғысында жұрнақта балалар ен немесе илен деген жалғау болады балалар. Жарай ма? Соңында жалғау десе жұрнақ. Енді балалар осыны жазғаннан кейін біз қазір құрылымдық формуласын жаза білуіміз керек. Ол не деген сөз балалар? Жазылған уақытта біз айтып жазылған уақытта құрылымдық формуласын балалар мысалы үшін пропен бір деп беріп жатыр балалар. Неге? Мына жерде бір неге беріп тұр балалар? Басына біз алғандап жазған кезде пропан, бутан деп жазып тұрдық қой, иә? Ал мына кезде пропен, бутен деп жазып тұр. Неге? Себебі балалар, мына жерде бір деген қай көміртектен кейін қос байланыс келу керек, соны көрсетіп тұрады балалар. Жазған уақытта бірден пропен деп жаза алмаймыз балалар. Пропанды салып аламыз, иә, түсінікті болу үшін. Пропанда 3 көміртек бар. 1, 2, 3. Алдыңғы көміртегіге және соңғы көміртекке балалар 3 атом сутегіден берем балалар. Жарай ма? Ортаңғы көміртекке 2 атом сутегіні берем. Нумерация балалар, сіздерге түсінікті болу үшін басынан бастай берем. Негізі оқыған кезде қос байланыс қай жағына жақын тұр, сол жақтан бастап нумерация басталады балалар. Жарай ма? Қазір сіздерге түсінікті болу үшін мен басынан бастай берейін. Қараймыз. Пропен 1. Демек, мынау тұрған бірінші көміртектен кейін балалар не қойылады? Қос байланыс қойылады балалар. Мына қос байланыс келген уақытта тұрған екі жақ сутегіден балалар бір атом сутегіден не істейміз балалар? Алынып тасталады балалар. Жарай ма? Бір атом сутегі кетеді. Сонда мұнда ашылады, мұнда бізде ештеңе қалмайды балалар. Ой, бір ашық қалады. Сонда оқыған уақытта 3 көміртек қой. Пропен неше? 1 болады. Енді пропанда балалар неше көміртек? 6 көміртек 3. Енді санайықшы, көміртек 1, 2, 3. Ал енді сутекті санайық. Міне 2, 3, 3-ке 3, 6. Көрдік па балалар? Біз формулаға пропанды жазып алып, қос байланысты қойған уақытта екі жақтан балалар көміртегін жанынан сутегіні жеген уақытта балалар өзі пропен қалады балалар. Жарай ма? Егер де сендер бірден сөз ажалтып жазып алып, пропенді еще қос байланысты қойған кезде, уже бізде пропен болып кетеді балалар. Жарай ма? Сондықтан пропенді алу үшін балалар біз құрылымдық формуласын осылай жазып аламыз. Мысалы үшін балалар, бутен 2. Бутанда неше көміртек бар балалар? Бутанда қанша көміртегі бар? Балалар, кері байланыс берейік. Бутанда көміртегі саны қанша? Балалар, кері байланыс берейік. Бутанда көміртегі саны қанша? 4 көміртек. 2, 3, 4. Санымай, жалғас, тағыда. Балалар, кері байланыс беріп отырады, үнемі санымайға айта бермесін. Саны, толықтырайықшы сутектен. Айтып отырмыз, балалар, мен жазып отырайын. H3. Тамаша. Соңынан және қай жерге? H2. H3. Ортаңғы жақтарын H2-мен толықтырамыз. Енді бутен 2 деп демек, екінші көміртектен кейін не қоям? Екінші. Қараңыз, бутен 2 деп балалар, міне біз бутаны жазып алдық. Енді қазір бутен шауымыз керек қой. Сондықтан қос байланыс қоямыз. 2 деп көрсетіп тұр. Демек, екінші көміртектен кейін қос байланыс қоямыз деген. Қос белгі, қос байланыс. Мына қос байланыс не істейді балалар? Екі жақтан не кетеді? Бір атом. Бір атом кетеді. Сутектен кетеді, балалар. Санайық, көміртек 2, 3, 4. 4 ашылды, шықты балалар, е? Сықты ма балалар? Жоқ. Бәрі сықты ма? Жақсы, ендеше пристатамызға қайтайық балалар. Міне, мына кезде гомологты қатарларын берілген. Балалар, пропен, құрылымдық формасы пропен 1 деп көрсетіп балалар, қос байланыс қойылған. Пентен, гексен, бұл құрылымдық формулалары балалар жұмыс атағын көрсетіп өткен. Енді изомериясы дейді балалар.
Ал кейін жерде қандай изомерия бар? Ол көміртек жаңағы құрамына байланысты изомерия болуы мүмкін балалар. Мысалы үшін қос байланыстың қойылуына байланысты изомерия болуы мүмкін. Мысалы, мына жерде бутенде 1 болса, бутен 2 деп. Міне осы изомерия жатқызады дейміз. Ол кезде жаңағы қос байланыстың орны бойынша балалар, иә? Енді алғанда тақырып өткен кезде балалар айтқан болатынбыз, көміртекті қанша бойынша изомерия болады. Ол қалай? Мысалы үшін қараңызшы балалар, бутен 1. Бутеннен кейін бірінші көміртекпен қос байланыс қойған, бұл бутан, бутен жазып тұр. Енді изомерияны жазғанымызда балалар алдыңғы бір түсіндіріп өттім ғой. Не деп едім балалар? Изомерия дегеніміз не деп едім? Изомерия деген не деп айтып едім балалар? Айтып балалар. Мағылбет, алимут, жалғас, санын, сақын бар. Сапалы және сапалы құрамдары бірдей, бірақ болатын кейбір физикалық қасиеттердің айырмашылығы бар заттар. Тамаша, яғни сандық мәліметі бірдей болса, бірақ құрылымдық формасы қалай болады? Әртүрлі болады. Біз қазір қанаты, мысалы көміртек қанға бойынша бутен 1 деп тұр, яғни 4 көміртекті болады. Көрдік па? Тура солай қарайтын болады. Қазір метил радикалы артқа түсіп кетті, соны қарағанда 1, 2, 3, 4. Бәрі 4 көміртек тұр. Бірақ айырмашылығы не болып тұр? Мына жерде балалар құрылымдық формула ұзын тізбек болып тұр да, мына жерде балалар осыны балалар изомер деп атайды балалар, жақсы ма? Бұл алкендердің изомериясы, яғни қос байланыстың орналасуы бойынша, сосын көміртекті қаңқаның орын ауыстыру бойынша изомерия түрлері болады. Енді балалар, келесіне қарайық. Халықаралық номенклатура бойынша аталуға назар аударайық балалар. Ол үшін тақтаға назар аударамыз балалар. Мен қазір бір формуланы жазып көрсетейін. Қарайық балалар. 2 метил, бутен, 3 қарайыз балалар. Бұны аталған уақытта қалай жазамыз? Бірінші біз мына ұзын тізбектен бастаймыз. Ұзын тізбек бұл бізде бутен болып тұр, балалар. Сондықтан 4 атом көміртегімен салып алам балалар. Соңғы көміртегіге және бастапқы көміртекке 3 атом сутегіден беріп алам, және ортаңғы көміртектерге 2 атом сутегіден береміз балалар. Қараймыз. Нумерация басына бастай берген, негізі оқытта егер осылай құрылымдық форма беріп қойса балалар, қос байланыс қайдан жақын ғой, сондықтан нумерация бастаймыз. Қараймыз, 2 метил демек, екінші көміртектен не бар деген сөз балалар? Радикал метил бар. Ал метил радикалының формуласы қандай балалар? Алдыңғы сабақта SH4 CH4 3 болады. Бұл радикал астынан түскен уақытта балалар, үстіндегі сутектен бір атом сутегі жемінет балалар. Бұны қойдық, қарайықшы балалар, екінші көміртектен кейін метил радикалды қойдым, бутанды жаздым, 3 дейді. Демек, үшінші көміртектен кейін балалар не қойылады? Қос байланыс. Қос байланыс қойылған уақытта балалар, екі жақта 2 атом сутегіден, бір атом сутегіден балалар кетеді балалар. Жақсы ма? Енді санайықшы, бутен шама, көміртек 4-еу, бутенде біз сутегіміз неше болу керек? 8 болу керек. Қарайық, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 7-еу, және астына түскен мынау бір радикал, мынау байланыс балалар, біреу болып саналады. Сонда 8 болып саналады балалар. Жақсы ма? Сұрақ бар ма балалар? Сұрақ бар ма балалар? Жақсы. Сұрақ болса бірден қояқ балалар, екен әжет түсінсіз десек. Бәрі түсіп балалар? Жақсы, олай болса. Келесі. Қарайық балалар. Сол кезде біз бірінші негізгі ұзын тізбекті таңдап аламыз балалар. Қос байланысты қағида соны қойып аламыз. Нешінші көміртектен радикал соны қойып алып, содан кейін барып ең жұрнағын ауыстырып жазып, атауын формуланы оқиды еткенбіз балалар. Бұл алгоритмі негізгі. Енді физикалық қасиеттері балалар. Физикалық қасиеттері қандай балалар? Қарайықшы. С2-ден С4-ге дейін балалар бізде газдар екен, оны алдыңғы сатыда айттық балалар,
С5-тен бастап балар 10-ға дейін, С10-ға дейін сұйық заттар болып келеді. Және С10-нан бастап ары қарай С20-ға дейін бастап балар қатты заттар болып келеді екен. Негізгі 9-шы сыныпта балар біз 10-шы көміртекке дейін ғана өтеміз, 10-шы көміртекке дейін, сонда сол жерде білуіміз керек. Бірінші көміртектен бастап 4-ші көміртекке дейін, яғни С4-тен бастап С4H10-ға дейін балар ол газ, ал бізде мына кезде алкен ғой, содан С4H8-ге дейін бізде С2H4-тен бастап С4H8-ге дейін бізде газ балар, осы жақталар. Содан кейін С5H10-нан бастап С10-ға дейін балар сұйық зат болып кетеді, әрі қарай 10-нан бастап қатты зат болып кетеді балар, жақсы ма? Енді әрі қарай балар химиялық қасиеттері, қандай химиялық қасиеті бар балар? Бұл болашақта бізге әр көмірсутек химиялық қасиетін, әр бетін көмірсутек химиялық қасиеттерін білуге біз балар міндеттіміз. Қандай химиялық қасиет бар? Қарайықшы, бірінші жану реакциясы. Жану реакциясы дегенде балар біз не қосамыз? Жану реакциясы дегенде не қосамыз? Оттегі. Оттегі, тамаша. Гидрлеу реакциясы, екінші не қосамыз? Гидрлеу десем. Ал? Метан. Жоқ, гидрлеу десем не қосам балар? Алдыңғы сабақта айттым ғой балар, қазына жағып болып кеттім. Гидрлеу реакциясы деген балар. Ал? Сутек. Қане жақсы көрейік. Бірінші реакциямыз балар бізде жану реакциясы, бірінші жану реакциясы. Алкендер балар бірінші алкендердің бірінші өкілі ол этилен. Сол этилен аламыз. С2H4. Осыған қосамын балар H2-ні. Сонда не шығады? С2H6 шығады. Мына жерде шыққан зат балар этан. Қосылған затымыз этилен. Енді балар қарай қойыңдар. Мынау болашақта ұбт-та химия таңдайтын оқушыларға балар осы жолы ұбт-та мынандай сұрақ келді. Осы реакция жазылғаннан кейін былай сұрақты балар, мынау тұрған реакция бар ғой, осы реакцияның үстінде катализатор болып не қатысады деп сұрапты. Қандай зат катализатор болып қатысып тұр деп сұрапты балар. Сол кезде жаттап алайық балар. Никель қатысады катализатор болып, палладий қатысады балар, сосын платина қатысады балар. Жарай ма? Катализатор дегенді балар білеміз, ол реакцияға мүлдем қатысы жоқ, тек қана реакцияның барысын жылдамдату үшін қатысатын дүние балар. Жақсы ма? Жақсы. Бұл балар гидрлеу реакциясы. Гидрлеу. Яғни гидрлеу дегенде біз сутегіні қосамыз. Жақсы ма? Екінші жану реакциясы. Дәл осы этиленді аламын балар. С2H4. Жану дегенде мен оттегі қосамын. Жаттап алайық балар. Кез келген органикалық затқа оттегіні қосқан уақытта балар нені көмірқышқыл газы және су бөлінеді балар. Енді теңестіреміз. Көміртегін екеу, реакцияға дейін, реакциядан кейін біреу, екі қоямын. Сутегі нешеу реакцияға дейін? Төртеу. Реакциядан кейін екеу. Не істеймін? Алдынан не жасаймын? Екі қоям. Екі қоямын. Енді оттегін санаймыз реакциядан кейін. Төртеу, яғни нешеу болды? Екеу. Алтау. Алтау болады. Ал реакцияға дейін екеу ақ. Оттегін алдынан неше қоямын? Қоям. Ал? Үш қоям. Қоямын. Тамаша. Міне. Осы балар жану реакциясы деп аталады. Жақсы ма? Жану реакциясы. Келесі балар, келесі бізде галогензин реакциясы деген бар, иә? Яғни С2H4-ке қосамын галогензин десе, бромиканы қосайық балар. Өйткені галогензин деген галогензин бұл перитожиде 7 топтың элементтері, яғни галогензину деген сөз болса, яғни сол галогендер не істейді деген сөз, қосады деген сөз мына этиленге балар. Жақсы ма? Сонда бізде шығады балар С2H4 бром 2. Енді қараймыз, бромнан кейін 2 тұр. Яғни оқыған кезде қалай оқимын оны? Бром этан деп оқимын балар. Жақсы ма? Бұл галогензин реакциясы. Галогензин. Келесі балар гидрогалогензин реакциясы. С2H4 қосылған H бром. Қарайықшы балар, өздерің қосылсаңдар, қандай зат шығады? Маған айтыңыздар. Өздерің қосып айтыңыздар. Көміртекпен көміртекті қосамыз, сутекпен сутекті қосамыз, айтыңыздар, не шығады сонда? Көміртегін С2 тұр, өзін жазып қоямын. Бром біреу-ақ тұр. Аяқ жағына бром жазып қоямын, біреу-ақ тұр. Сутегі нешеу? Бесеу. Нешеу? Бесеу.
С2, H5 бром. Сонда бұл оқыған кезде балалар бром, этан деп оқимыз балалар. Жақсы ма? Және келесі балалар, бесіншісі бізде гидратация. Ал галогениттермен және мынау галогенитпен сутек галогенит балаларға гидрогалогенит деп айтайықшы енді. Гидрогалогенит. Келесі балалар гидратация реакциясы. Гидратация деген не қосамыз балалар? Гидратация. Не қосамыз? Қыздар, алдыма сақтайды, олар қыздар компьютер байлас керек. Гидратация дегенде не қостық алкандарда? Су қосамыз балалар, жарай ма? H2. Су қосамыз. H. Судың формасы қалай? H2. H2. H2O судың формасы қараймыз балалар. Қазір қосылған уақытын H2O баласы керек түсінікті үшін былай жазайын ба? OH деп жазайын ба балалар? Өйткені қазір қосылған уақытта қалай қосады десе түсінікті болады сонда. Қарайықшы. С2 сосын қара. H пен қазір мынау H қосылады. Сонда не болады? С2 H неше болады? 5. 5 ең артында не қалады? OH. Мынау спирттің формуласы этанол. Этанол деген балалар спирт болып істейді, табылады екен балалар. Жақсы ма? Және соңғы реакция химия қасиетін қойған кезде презентацияда көрсеттім балалар қандай? Полимерлену. Дұрыс, полимерлену. Яғни ағылшынша полимерлену реакциясы. Енді балалар қалай полимерлену реакциясын балалар түсінікті болу үшін мен былай істеймін. Бірінші құрылымдық формуламен жазамын. С2H4-ті құрылымдық формуласы қалай болады балалар? H2S, С2H2 болады, дұрыс па? Осы мынау тұрған этилен балалар. Санайықшы балалар, міне көміртек біреу, екеу, сутек міне 2. Не шықты? С2H4 шықты. Бұл алкен болғандықтан ортасында қос байланыстыр балалар. Полимерлену реакциясы болған уақытта балалар, мынау қос байланыстың балалар біреуі әлсіз болғандықтан не істейді балалар? Үзіледі балалар. Жақсы ма? Сол кезде H2S, CH2 және сыртында N деп жазады. N деген полимерлену дәрежесі балалар. Полимерлену N жазады. Сонда мынау этилен болды ғой балалар. Полимерлену дегенде алдыңғы мынау поли деген сөз қосылады. Сонда мына келесі формуламыз қалай болады балалар? Полиэтилен. Полиэтилен дұрыс айтасыз. Сонда балалар, егер сіздерде полимерлен реакциясын жазып десе, мысалы пропенді берсе, 3 көміртек заттар бірінде қос байланыстырады ғой, сол қос байланыстың біреуі әлсіз болып үзіледі балалар. Сол үзілгенді балалар полимерлену реакциясы деп атайды балалар. Жақсы ма? Сұрақ бар ма балалар? Сонда химия қасиеті гидрлеу сутегі қосылса, әрі қарай жану, егер не қосады жануға, оттегі қосылса, сосын галогендену не қосады балалар? Бром қосылуы мүмкін, хлор қосылуы мүмкін, содан кейін гидрогалогендену, яғни сутекпен жаңа галогеннің қосындысы балалар. Әрі қарай гидратация реакциясы. Гидратация деген яғни суды қоссақ балалар, сол жерде де катализаторға қатысатын балалар соған кішкене назар аударыңдар. Сосын полимерлену реакциясы, яғни беріп тұрған қос байланыстың біреуі үзілсе балалар. Жақсы ма? Балалар сабақ түсінікті ма? Иә. Тамаша. Егер түсінікті бар болса, балалар А нұсқасындағы нөмір 2-ші, 3-ші, 4-ші тапсырмаларды ауызша атаймыз балалар. Кәні барлығымыз оқуымызды аша қойып балалар. Алтындер қанықпаған көмірсутектер. Тамам, атай қойшы, 2-ші тапсырмада не істейді балалар? 2-ші тапсырма не істейді балалар?
Молекулалық формулалары келтірілген қосылыстардың ішінен алкендер комаулықтарын теріп жазыңдар. Тамаша. Яғни балалар бірнеше қосылыс беріп тұр. Сол қосылыстардың ішінде қай көмірсутек алкенге жатқызады балалар. Соны білуіміз керек. Оны білу үшін балалар CnH2n деген формуланы еске сақтап тұрамыз аға. Сосын сол көміртекті балалар көміртектен кейін қандай сан тұр? Мысалы 2 тұр ма? Сол n-нің орнына 2-ні қойып тауып көрейік балалар. Ал көрейік балалар. Табай. Бірінші C2H6 алқан ба, алкен ба? C2H6. Алкан. Алқан, тамаша. Аты кім оның? Аты кім? Еркемай. Кім? Еркемай. C2H6 аты кім? C2H6 аты кім? C2H6-ның аты этамер. Кеттік ары қарай. C4H6. C4H6. Кім ол? CnH2 деген формулаға салайық балалар. Сонда 4-ті салсақ C4 болады, H неше болады? 2 8. Балалар, мына формула әрі қарай кеттік. C4H6. Кім ол? Алкен ба? Алкен емес па? Хайсты смол ми смел. А нұсқасын екінші тапсырмасында гомологтық қатар беріліп тұр. Сол гомологтық қатардың ішінде балалар қайсысы алкенге жатқызады, соны табуымыз керек. C4H6 алкен ба, алкен емес па балалар? Соны айтайықшы. Енді бұл 4-ті қосыңыз балалар, көміртектің орнына n-нің орнына 4-ті қойыңдар. CnH2 деген формулаға салайық. Этиленнің бізде алкендер формуласы балалар. CnH2n балалар 4-ті қойыңыз. 4-ті қойғанда бізде 8 болу керек. C4H8. Аха. C4H8 болу керек. Былай маған айтқан болсаңыз, былай істейік, үнемі бізде былай істейік. орында. Жаңа оқытқан аттарын жазыңыздар деп едік. Балалар былай істейікші. Жалғас жауап бере ғой маған. Келесі C2H4. Алқан ба, алкен ба? C2H4. Я алкен. Жақсы. Так, енді әрі қарай балалар қазір сабақты әрі қарай мұғалімдерін жалғастырады балалар, қазір әр мекемедегі өз киік мұғалімдерін әрі қарай жалғастырып алып кетеді. Осы тапсырмадан әрі қарай жалғастырып алсаңыздар, күні уақыт болыпты маған. Жақсы, рахмет балалар. Мұғалімдеріңіз әрі алып кете беріңіздер, балалардың арасында тапсырманы. Кәлки марал оқыр ғой. Көлемі 6,72. Зат мөлшерін, молекула санын және массасын табылды. Бұл жерде зат мөлшері дегеніміз, яғни сіздер жақсы білесіздер. Зат мөлшері. Самай мектебі Кенжебай Самай дауыс өшіресіз бе?
Hı? Нұрдәулет 9-шы сыныпта жазып тұр екен. Дауыс қосасыз ба? Шығарылған есептің барысын көрейін. Так, al жазабы. Малярлық массасы. Астына жазамыз. Малярлық массасы. МР. Мен көрсету. Былай. Үш H6 символы көбейтеміз бұл екіге плюс яғни мына жерде алтыны көбейтеміз бірге. Сонда символы 42 грамм болады. Сонда массасы балалар N-ге көбейтіндісі символы 0,3 көбейтілген 42-ге көбейтеміз. Сонда 12,6 грамм шығады бізде. Есептің неге көлемі 6,7 проблемның зат мөлшерін, молекула санын, массасын таптық балалар. Жақсы, рахмет. Дауыс алсаңыз болады. Так, сәнім 135-ші мектеп дауыс алсаңыз ба? Мамадан орта мектебі дауыс алсаңыз ба? Енді не істейміз? Бөлдік. Үш көбейтілген 12. Жүз отыз бесінші негізгі мектеп сәнім дауысын бересіз ба?